Көктемнің бір күні бие, бір күні түйе деген емес пе? Жарықтық күн бір күні жарқырап, атырапты жайнатып жіберсе, екінші күні аспан қабағын түйіп алып, қар аралас бұршағын жаудыра қояды. Асығыс шыққан жаздың арты қуаңшылық болатынын білетін, елде белеңдейтіндер табиғаттың бұл мінезінен жақсылық күтеді. Біз де осындай табиғаттың құбылып тұрған сәтінде Ақтоғай еліне іс-сапарға аттандық. Автокөлігіміз тақтайдай жолмен жеткіп келеді. Біздер Ақтоғай ауданының әлемдік дағдарыс кезіндегі әлеуметтік экономикалық жағдайы, елдегілердің көңіл күйі қандай дәрежеде екен деген ойда келеміз. Ойды ой жетелеген біздер ауданға да ат басын тіредік. Біздерді аудан әкімі Манап Көбенов жылы шыраймен қарсы алды. Аудан әкімі Харьков ауылдық округіне жол бастады. Жер аяғы кеңіген осы бір сәтте қолда бар мал жолдың екі жағын ала жайылып жүр. Тәуір болмайды деген емес пе? Қыстан қарбанып шыққан мал басын жерден көтерер емес. Шаруа адамы үшін бұл да жеңілдік. Біздерді ауылға кіре берісте ауыл әкімі Төлеу Дошанов қарсы алды. Кездескен сәтте ауылдағы науқандық жұмыстың барысынан хабардар етті. Жер қатты деп крестьяндар шықпай тұр. Жаңа біз барып сөйлескенбіз таңертең. Сонда сағат 12-нің кезінде шығамыз. Жер жібіген кезде 3 агрегат қазір шығады. 2 агрегат дайын тұр, 5 агрегат негізі. Филиппишн Анатолий. Володясы ол неде Надеждасы Палата. Ол сөзінің істерімен жүр. Негізі жалпы дайындықтар жаман емес сонда. Ауданның өз біздің программамыз бар ғой. Соған байланысты әр ауылда әлеуметтік жағдай болсын, және мына мектеп жағдай болсын, содан кейін мына біздің ауыл шаруашылық жағдай болсын, соған өз біздің жоспарларымыз бар. Соны бәрін істейміз ғой. Елді мекенде әлі де әлеуетті жеке шаруашылықтар бар. Соның ішінде құрылғанына 14 жыл болған, осы уақыттың ішінде өзін еліне танытып, елге жерге адалдығын білдіріп жүрген Анатолий Филиппишиннің Весна шаруа қожалығының орны ерекше. Филиппишндердің осы Харьков округында осы ағайынды екеуі істеп жатыр. 20 мың гектар жерлері бар өзі. Аудан бойынша 41 мың гектар шешетін болсақ, 20 мың гектар осылар шешеді. Міне үлкен ауыл шаруашылық. Өзің басшылары және көбінесе көп байланысты ауылда жұмыс істейтін кісілері бар. Жылдан жылдары көбейтіп жатыр кісілерді. Десеңіз, егін алу үшін, егін шаш үшін ол оңай жұмыстар емес. Сол бір жақсы жағдайы ауылдың осы тұрғындарымен бірге халыққа жұмысты өзі беріп, сол халықпен бірге жұмыс істеп, жақсы істеп жатыр. Негізі осы Филиппишндардың өзіміз сөйлескенмен биыл тарымды көбейтеміз шашуды. Соның өзіміз кішкене ойлағанымыз переработка жасаймыз ба деп сол ойдар бар. Осы Филиппишнға дейсіз. Бітерістің басына жақсы келер қасына демекші, біз келгенде шаруагер Анатолий Филиппишин егіске бірінші рет трактор шығарып, көктемгі ылғал жабу жұмысына кірісіп кеткен екен. Біздер қарасынан босаған қоңыр даламен жарыса, егіс басына келдік. 2К700 тракторы егіз қолыдай даланы еңбек үніне бөліп жұмысты қыздыра түскен. Механизаторлар егістік еңбек үнін сағынғандай келген біздерді байқар емес. Бірінші күн деуге болмайтындай біршама егіс алаңы жыртылып қалыпты. Жер иісі ғана атырапты алып тұр. Мол астық алудың ең басты шарасы осы ылғал жабудан басталады деп, егістіктегі жерді біздерге көрсетіп жатыр Манап Шарапиденұлы. Бірінші күн поляға шығып отыр, бірінші күн емес, екінші күндей. Қазір уақытта ер былтыр өте құрғақ болды жыл. Бүгін көктем ертерек келді. Соны бәрін қар пайдаланып, бір жұманың ішінде осы жердің барлығын өзіміз байқанда, жаңа өзіңіз көрдіңіз, жер қалай аралары кеуіп, ашылып қалған, соны бәрін жауып, қазір уақытта закрытие улагает. Бірінші осы көктемдегі далаға шығып, егінді ойласақ, осы жұмыстан бастау.